Біз күн сайын қоршаған әлеммен бетпе-бет кездесеміз. Бұл әлем алдымызға күн сайын талдап, шешімін табатын міндеттер мен мәселелерді қояды. Осы орайда біздің екі жолымыз бар. Оларды шешуге дайын болу, немесе оларды шешуден бас тарту. Қоршаған әлемді дұрыс қабылдап, шешімін табу үшін белгілі бір дағдыларды, сценарийлерді қалыптастыру керек. Осының барлығын үйренуге физика көмектеседі. Сақталу заңдары жаһанды деңгейде кез келген көріністе болу мүмкін. Импульстың сақталу заңы, массаның сақталу заңы, энергияның сақталу заңы. Энергияның сақталу заңы жаһанды, ол әрқашан әділетті. Сондықтан осы заңды түсінуге тырысыңыздар. Өйткені әлемді махаббат пен сақталу заңдары билейді. Балаға үнемі қолдау көрсету, үлкен мәнді гуманиетті ізгі ұстаным. Оның астарында небір қағидалар бар. Баланы жақсы көру, оның адами өмір сүру ортасын шама жеткенше ұйымдастыру. Баланың бойынан өзінің балалық шағын зерделі көзбен көру. Неліктен өзгеру қажет? Әлем өзгергендіктен біз де өзгереміз. Және қазіргі сәтте өзгеріссіз қалу өте қауіпті екенін білеміз. Біз өзгереміз, себебі біз білім алғанды, білім бергенді жақсы көреміз. Балаларды сүйеміз. Және олар мына жылдам өзгеретін әлемде бағыт беріп отыратын бізді қажет ететіндігін білеміз. Сондықтан біз де, олар да өзгеруі қажет. Әлемдегі барлық адамдардың ішінен мұғалімдер ғана үзіліссіз оқудың бағасын түсінеді. Біз мұғалімдер өмір бойы білім алуға дайын, үздіксіз дамуға ынталы, позитивті қызметкерлерміз. Сау дене, азат ақыл, адам көңіл, үшеуімен бақытты болады өмір. Өмірге адам болып келген соң, адам болып өту. Өмірімізді мәнді де сәнді өткізу, келешекке оң көзқараспен қарау міндетіміз.